Керемет олардан толтырып, Айбарлы ханның ішін мінекей қаншама керемет ағалар менен әпкелер толтырып отыр. Сондықтан да кеш құтты, айырлы, берекелі болсын. Енді мен енді кез келген жерде сәлем сөздің анасы дейді, танысып отқан дұрыс сұрақ шығар. Мен енді сіздер өздеріңіз жақсы білесіздер, бірақ сіздер менен жақыннан таныс болу үшін, сіздердің қызметтеріңізді еркін жүру үшін мен орталыққа осы кеш басында алдыменен осы ұйымдастыру алқасының басы қасында жүрген Аязхан мырзаны орталыққа шақырғым келіп тұр. Осы жалпы мектеп туралы, осы қос бірде осы достар туралы, құрбылар туралы бір кішігірім қысқа ақпарат беріп өтсе, және кешімізді ашып алсақ деген ниетпенен. Аязхан мырза орталыққа. Кеш құтты аға. Енді жаңа баяғыда мектепке жаңадан оқушы келсе таныстыратын еді ғой. Мен бүгін осы мектепке келіп жатқан жаңа оқушы деп біліңіз. Сондықтан да бір таныстырып, қандай жақсы қасиеттері бар, қалай бұлай дос болдыңыздар, бұның сыры неде жатыр, соның барлығын айтсаңыз. Ассалаумағалейкум. Кеше құрметті сыныптас достар, қонақтар, міне қарап отырсақ, арада 94 жылдан бері 5 жылдық кешіміз өткіздік. Одан кейін 10 жылдық кешіміз өткіздік. 20 жылдық кешіміз өткіздік. 21 жылдық кешіміз өткіздік. Міне Құдай бұйыртып бүгінгі күнге нәсіп еткен екен. Бүгін 10 жылдық кездесу кеші. Барыңызға құтты болсын. Ал енді Қырленген Мақтаарал ауданының кезінде біздің ауданда 100-ге жуық білім ордасы болатын. Сол білім ордасының ішінде біздің Жетісай қаласында орналасқан номер 2-ші Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта мектеп болатын. Ол Қарашаңырақ мектеп. 92 жылы мектептердің саны көбейіп, Шоқан мектебінің қасында Альбиси мектебі құрылды. Ол мектеп іске қосылды. Ол мектептің бірінші түлектері 75 жылға біздің үлкен ағаларымыз, әпкелеріміз болады. Одан кейінгі 77 туылған өзіміздің құрдастарымыз. Сол екі мектептің түлектері Құдайға шүкір бүгінгі таңда ауызбіршілігіміздің арқасында міне осындай кешке барлық Қазақстан Республикасының түкпір-түкпірінде жүрген қыздарымызды,
ұлдарымызды, жігіттерімізді барынша әрекет жасап, бүгінгі кешке шақырған болатынбыз. Міне көпшілігі келді, келмегендері сәлем жолдады, біреулер сапармен шетелге ұшып кетіп жатыр, біреулер сапармен келе алмай қалды, түрлі жағдайлар. Бірақ келгендерге баршаңызға үлкен алғыс білдіреміз. Ұйымдастыру алқасының атынан рахметімізді айтамыз. Келмеген сыныптас достарымызға бүгінгі күнгі мерекелік кештен дұғай сәлем айтамыз. Фотоларымызды жібереміз, видеороликтерімізді жібереміз дегендей. Бүгін салтанатты кешімізді ашты жариялаймыз. Бүгін ұйымдастыру алқасының бағдарламасында өте қызықты билер, әндер, барлық жағдай сіздерге жасалады. Бүгінгі кеш сіздер үшін барлық осы жерде келген қонақтарымыз, сыныптас достарымыз бүгінгі кешке атсалысып, белсенділік танытып отырсаңыздар, барлық кешіміз керемет өтеді деген ойдамыз. Ал бүгінгі кешімізді ашты жариялаймыз. Баршаңызға рахмет, көңілден көтеріңкі болсын. Бай қуат болыңыздар. Рахмет. Өздеріңізге белгілі, бүгінгі кешімізге арнайы Қазақстан Республикасында еңбек сіңірген және біздің Жетісай ауданындағы Жетісай қаласында орналасқан Сырдария университетінің жайдарманшы құрама командасының топ басшысы Сәрсенбай Маратты арнайы шақырттық. Бүгін кешке осы Сәрсенбай Марат бүгінгі кешті жалғастыратын болады, асабалық жасайтын болады. Ал Баке, сәттілік. Рахмет. Аясаңызға, қоса рахмет, кешіңіз ашып жүргеніңіз үшін сізге алғыс білдіреміз. Аясаңыз айтқанда, кеш барысында өздеріңіздің Марат ұлдарыңыз, бауырларыңыз, інілеріңізбен, яғни сіздердің қызметтеріңізде боламын. Сондықтан да қазір енді уақыт жоқ заманда уақыт тауып келген баршаларыңызға мың алғыс айтамыз. Жаңа келмей қалған деген достарыңыз бар екен. Ол кісілерге енді Құдай қаласа Алла амандық берсін. Өзім жаңа байқап тұрмын, сөзін тыңдап тұрмын, Айекеңнің әр 5 жыл сайын жиналады дегенсіздер, қандай керемет ұйымшылдық. Мысалы, мектеп бітіргеннен кейін бірден 20 жылдық жасап жатқандар бар. Бір-бірін көріп танымай қалып жатқандар бар. Қазір енді мен ойлаймын, танымай жатқандар жоқ шығар, бәрі бір-бірін танып тұр. Сондықтан да кеш құтты болсын. Қазір енді кештің барысы бірде-бірде тепті көтере жатармыз. Сол кештің басынан бастап сіздердің шапалақ ұрыңыздар деп алтындарыңыздан алмай-ақ қойып, керісінше енді дастарханды ашып бере келейін, назар дәмде болсын. Сіздердің құрметтеріңіз үшін біз кереметті әуенді жолдайтын боламыз. Сіздер үшін арнайы бүгінгі кеш барысында ән шырқайтын осы кереметтей жалпы Жетісайдың болсын, Мырзашөлдің болсын, қазақ шаңырағындағы әрбір қуанышына атсалысып жүрген керемет дуэт Абылай және де Балжан дуэтін орталыққа шақырамыз. Сіздер үшін патша өңдері үшін әсем ойын жолдайды. Кеш құтты болсын. Ассалаумағалейкум. Мереке құтты болсын, көңілді болыңыздар. Baby,
білесіздер, астың берекесі ыстығында дейді қазақ. Сондықтан да осы ұйымдастыру алқасының осында келген барша мәртебелі меймандарға деп дайындатқан алғашқы асы дайын болған екен. Сондықтан да әрбір қазақ сүйіп жейтін ұлттық тағамымыз етті дастархан мәзіріне тарту етуге рұқсат етіңіздер. Сондықтан да осы араларыңыздан бақилық болған барша достарыңыз бен құрбыларыңыздың ұлағатты ұстаздардың рухына деп осы кеш басында алдыменен осы ас берген кезде арнайы бір құран бағыштасақ деген ниетте тұрмыз. Сондықтан да біз микрофон тізгінін Ермек ағамызға алып бере қойсақ, арнайы осы асқа алдыменен құран бағыштай қойса, дастархан басында бере қойып. Назар, сабыр сақтайық. Ассалаумағалейкум, құрметті қастастар, жолдастар, достар. Мына Алланың қалауымен тағы да 30 жылдан кейін кездесіп бәріміз басымыз қосылып жатыр. Құдайға шүкір. Бірақ енді бұл күнге жиналмағандар да бар арамызда. Қанша достарымыз, кластастарымыз, ұстаздарымыз, солардың да бір еске алып құран бағыштап берсек, рұқсат болсын. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. Lewat Quran salavatıyla ya Allah o Kur'an'dan şiirlerinde namazlarımızdan болып жатқан сауаптарды осы қол жайып отырған пенделерге дәметкен барша әруақтардың рухтарына бағыштадық. Өздеріміздің кластастарымыз, достарымыз, арнайы Мұсаханов Абай, Байбеков Нұрбек, Жалғасов Ержан, Қалжанов Қабыл, Әлзақова Жанар, Бекжанова Жанар, Зупаров Ержан, Маралов Сәкен, Қосымбеков Нұрмахан, Жақсыбеков Бекет, Жаныспаева Жанар, және ұстаздарымыз Исмаилова Әтіркүл апай, Беспалаев Бүркіт ағай, Орынбек Бақышын апайларының рухтарына және барша марқұм болған ұстаздарымыздың рухтарына, осы қол жайып отырған пенделерден дәметкен барша әруақтарға, ата-аналарымызға, апа әжелерімізге, бауырларымызға марқұм болған рухтарына бағыштадық. Я Алла, олардың өз рахмыңа алып жатқан жерлерін жайлы, топырақтарын торқа жерлерін жәннат бағлай өр. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك أرحم الراحمين آمين. Табыс тілейміз. Енді менің сіздерге тілерім келесі жылға 35, 40, 45, 50 жылдықтар бастарыңыз аман, бауырларыңыз бүтін болып, орталарыңыз бұдан да кең болып жолыңызды Алла нәсіп етсін. Ал енді осы тамақ келген кезде енді сіздерге тағы бір әсем әуенді жолдаймыз. Астарыңыз дәмді болсын, дәмге қараңыздар. Сіздер үшін әншілік айтып, Абылай және де Балжан дуэті қабыл алыңыздар.
Soğan daire oturunuzlar ya. Tapsanızlar, kişiyi tavuk oturunuzlar. Jengeleriniz olsa körü basın. Kiyevleri kanday baba. Al, nazar ekranda basın, arka ister için. Ağlarım
Менің қазір көрген көзге оп-оңай болып отырады. Ол менде өте шықты, бірақ мынау дүниені жасау өте қиын. Әрқайсысы фотосын жинап, монтаждап көрсету деген оңай тірлік емес. Осыны именно монтажын жасаған, болмаса жасатқан кісілердің құрметіне бір шабалақ болса артық болмайды. Еңбегін бағалау керек кез келген адамның. Енді кеш басталды, әнді айтылды, дастарханды ашып алдық, ас келді, енді бір көңіл күйімізді көтеретін кезге келдік. Мен енді бір кішігірім хабарландыру айтайын. Қазір осы әрбір қонақтың алдында тұрған ыдысы бар ғой, тарелка дейміз ғой, орысша айтқан кезде. Сол ыдыстың астында нөмірі болу керек. Көрдіңіздер? Сол нөмірді алып отырыңыздар, жарай ма? Жоғалтпамаңыздар. Себебі ол нөмір арқылы қазір біз өте бағалы сыйлықтарды осы кеш барысында ойнататын боламыз лотерея арқылы. Соны бірауыз құлаққаныстан қойып жатқан жайымыз бар. Ал ол лотереядан бөлек сый-сияпаттар алынған кештің барысында осы ортаға шығып белсенді болған қатысушыларға. Ал енді қазір осы кеш басында бізде қазақтарымыз үшін халықпыз ғой, қалай басталып солай жалғасады деген ырым бар. Сол үшін қазір әрбір дастарханда қалмайды. Шағын жүрейікші, кештің басында бәріміз бірге отыра қойып өтініш. Мен қазір бір көрейін деп тұрмын енді. Әр дастарханға жеке-жеке бір ат қоймасақ деп тұрмын енді. Бұл бөлінгендік емес, бірақ жаңағыдай көңіл күйімізді білу үшін. Қазір енді Аллаға шүкір 50-60-тай түлек бар екен осы 4 сыныпта. Бірақ мына видеоның ішінде мен жаңа қарап тұрдым. Сатанов деген братан, сіз вообще өзгермегенсіз. Мектеп кезінде қалайсыз, дәл солайсыз. Сіз мектеп кезіңізде фотоңызды қазір қойып қоясыз да болады. Шабаларға вообще өзгермеген. Ал енді қазір әр неге столға бір команданың аттарын қоймасақ болады ма? Жай-жай көңілімізді білейік. Қандай команда? Жоқ, сіздер айтасыздар. Либо бір команда ат қойыңыздаршы, аттас. Мына жақта бірлесін. Қандай аға? Айтыңызшы, аттас. Команда қою керек. А-класс? О, класс постқа шақырған кезде айтады өзі. А-класс, Б-класс деп шақырайын деп тұр. Жұлдыз? Звезды, да? Жұлдыздар. Жұлдыздар, сіздер? Қандай? Арғымақтар? Арғымақтар дейді. Брата көп барғаныз қалды. Қандай команда? Ойланамыз? Мектепте де осындай болған мысалы. Бақылау соңынан береміз. Қандай? Алға командасы. Сіздер? Әдемі келіншектер командасы. Бұл жерде тек жеңгенім ба менің? Ай, бір ғана сәлемсің. Қайда? Күріп шығып жүрейінші, өтіш отырайықшы, кеңіздерші. Қандай? Асыл жандар? Жаңағы өз үшеу абылдың деймін. Кеш ұйқауы дейсіңізді боласыз. Асыл жандар. Так, енді қазір арғымақтан бастаймыз. Арғымақтар, жұлдыздар. Қастандаймыз айтыңыз. Қандай? Болыңыздар дейсіңіз. Осы жерден грант тауып алайық енді, яқ болады. Бәрі қоп қойды. Қандай ақ қоямыз? Қандай? Алла, Асылдан. Сырдария? Мен кейін айтып қаламыз. Сырдария дейді. Қалқында келсе ма? Жоқ, басқа, өздеріңізге қатысты. Қойыңыздаршы, арулар, қандай отыр ба негізі? Барыстар, барысында әйелі болады, еркегі болады. Арғымақтар, қазір былай істейміз, қараңыздар, бәріміз. Бір минут, назар ортағылдары. Кім қандай көңіл күймен келді, соны білдірсін. Сіздер білмейтін шығарсыздар, Жапония деген мемлекетте медицинасында осындай бір не бар екен, емдеу әдісі. Айқайлау арқылы іштегі стресс ауруларды шығарады екен. Естіген шығарсыздар оны. Қазір мен әр команданың атын айтам, сол команда бүгін 30 жылдыққа қандай настроениемен келді, меніңше өздерінің настроенияларын, эмоцияларын көрсетсе болғаны. Ең керемет настроение, ерекше дүние жасаған столға бір подарок береміз. Оны капитан команда бөліп береді. Бірінші арғымақ бастайды,
жұлдыздар дайындар болсын, барыстар, алға, асылжандар, и супер келіншектер қандай? Адем келіншектер, сіздер түйіндеп өзі. Так, Арма командасы дайын отырыңыздар. Алдарыңызда бәріміз Арма командасына қарай. Бүгінгі 30 жылдыққа қандай настроениемен келіпті? Арма командасы! Бүгін полный құрамыз деген настроениемен келіпті. Рахмет. Так, енді жұлдыздарға кезек келіп тұр, ақылдасып алуға мүмкіндік берейін. Енді бәріміз бірден жұлдыздар командасына қараймыз. Бұл кісілер Арма командасының жасаған дүниесін жасамау керек, қайталанбау керек. Ал хандарымызға қарсы алыңыздар. Алдарыңызда бүгінгі 30 жылдыққа керемет настроениемен келген жұлдыздар командасы! Молодцы, пока сіздер бірінші орын, мен бірінші орын. Бәрі үйім жұмыс, мен енді. Сіздер бәрі қойып сіздер ме? Мақсат қайталанбау керек, е? Қайталанбау керек. Тұра сөйтіп, бәріміз қантан болмай. Үшінші команда. Алдарыңызда 30 жылдыққа керемет көңіл күймен келген Барыстар командасы! Молодцы, молодцы. Мына сіздерге ұқсайды, бірақ сіздер бір ерекшелігіңіз ана үш раунд секірді. Сол ерекше болды. Алға командасы, иә? Мен алға дейін бәріміз тұрып шығып кетеміз десем. Білмеймін, бір басқа нәрсе істейші, бәрі орнына тұрып кетіп. Басқа нәрсе қосайық та бір. Не бар? Сап кетті ма? Бірдеңе бар ма? Бір жел көреді, бірдеңе. Бәрі қолын дейін барады. Бірдеңе болып барады. Саған тұрады. Жүгіріп барып, екі нәрсе істейін, сөз бар. Бірдеңе істейші. Сізге істейін отыр. Ал, бүгінгі кешіміздің 4-ші командасы. Хандарымызға қарсы алыңыздар. Алдарыңызда аты ерекше Алға командасы! Салдық демесін, не істеймеңіздер? Сәл не істеймін? Ойланбағын, мен айттым сразу істеймін, молодцы. Так, асылжандар ма? Дайындалыңыздар, асылжандар. Шынымен шыққан бесқазан ұйымдастырып алғансың. Ал, хандарымызға осы кештің өтуіне алладан кейінгі себепкер болып батқан арасында ұйымдастыру алқасы бар. Асылжандар командасы! Молодцы, молодцы. Мен бір түсінген мына столға подарка керек-ау деймін. Өйткені қолдарын ұстап, ажырамай столға айналған үшін пока бірінші орын осы сіздерге болып тұр. Бірақ біз әлі асықпаймыз, себебі бізде жеңгелер бар. Бұл сәлемнен үйде отыру үшін қысқа. Бүгін 30 жылдықта ерекше дайындалып келген. Сіздер мына стол көтеріп айналдырасыздар ма, не аласыздар? Ағаптың өзі керек. Давайте, бір ерекше дүние барыс қарай ағыласыңдар ма? Музыка қақты ма? Давайте. Ал, хандарымызға қарсы алыңыздар. Енді барлық стол түлекті, бірақ осы стол ерекше. Себебі бұл жерде еркек жоқ. Итак, дамы и господа, алдарыңызда бүгінгі кештің қонақтары, біздің сұлуда сымбатты жеңгелер командасы! Зор, екінші орын. Енді маған осы столдардың ішінде ешкім ренжімейтін шығар деп ойлаймын. Мен керемет бір сыйлықты осы жаңағы өздері ұтпап деген болмасын, барлық сіздер достарыңыз. Мына бір сыйлықты асылжандар командасына беріп жүрмін. Қалғанымызша қандай? Уже, мына 30 жылдық басталмай жатыр. Біріміз көрмей алған жоқпыз ба? Ондай болмасын, просто бұл барлық эмоцияны шығарайық. Бүгін ешкім үйленіп жатқан жоқ. Бүгін ешкім сүндеттеліп жатқан жоқ. Ешкімді жылап
ұзатып айтқан жоқпыз. Бүгін 30 жылдық нағыз достардың кеші, сондықтан да бір эмоцияны шығарып соны білдірейік дедік. Просто маған жаңа жасаған движениелер ұнады. Қолдарымыздан көтеріп столда айналып, ол да бір ерекше дүние. Сондықтан да Асылхандар командасы құтты болсын, алғашқы сыйлықтар. Енді тағы да мен бағалы сыйлықтарды беру үшін қазір бізде осында 4 класс отыр. Сол 4 класстан мен енді ағалар, әпкелер, құрметті хандар мырзалар, осы кеш барысында айтып ала қояйын. Мен қазір А классы, Б классы дегенге мұны бөлу деп есептемеңіздер. Бұл жай ғана реттілік, жарайды ма? Өйткені Құдай бөлмеген сіздерді мен бөле алмаймын, дұрыс па? Міне Алла бәріңізді осы бір жерге жинап 30 жыл жасап отыр, қандай керемет. Сондықтан да ешкім көңілі тиіп қалмасын. Маған қазір А классынан бір қол бір қыз шықсын. Дәл солай қалған 3 класстан да. 4 класстан бір қыз бір ұлдан ортаға шыға қойсын. Ақылдасып өздеріңіз шығара қойсаңыздар. Мен бірден айтайын, бірден айтып қояйын. Билеті ары бері жүгіріп, әуре сарсаңға салмай. Просто бір қатарда тұрып, ойнаған ойын. Ескертіп қойған дұрыс шығар. Қай класс? А классы келіп қойыңыз. Бізде бар А классынан. Қалған 3 класс қайда? Бір жігіт, бір қыздан ортаға шыға қойып. Кім бар? Кез келген тойдың қызықты өтуі, жиынның қызықты өтуі. Асараға байланысты емес, келген отырған сол жерде қатысып отырған қонақтарға байланысты, сондықтан да өздеріңіздің көңіл күйлеріңіз үшін ортаға шығарғаныңыздар. Бүгінгі кеш сіздердікі. Қай класс? Альбесин классына келді, келе қойыңыздар. Кереге қайсың? Б классына. Бізде А қалды ғой, иә? А класс қайда? Келе қойыңыздар. Ортаға. Ал енді былай жасайық, қазір енді әсіп ару ортаға тұра қойсын, ағасы шетке тұра қойыңыз, қыздарды шетке тұрған бір түрі бар, қорға баштап тұрайық, аруларды осылай. Енді былай жасаймыз, қазір осы 8 қатысушы шыққаннан кейін қалғанымыз мейлінше тура тәрбие сағатындағыдай тыныш отырсақ қызық болады. Себебі мына кісілерді сынай деп тұрып қазір, жарайды ма? Көмектесу болмас, білем, достарыңыз, құрбыларыңыз, жандарыңыз ашып тұр, бірақ ешкім қинайын деп тұрған жоқ, бұл кісілер. Бұл ашық жай ғана ойын. Ал алғашқы сыйлықтың иелерін анықтау үшін маған бұл жерде соңында қалған 2 адам ғана сыйлық алады, ескертіп қояйын. Аға, соңында қалған 2 адам, иә? Соңында қалуға тырысу керек. Қалғанымыз жай ғана отырамыз, қарғамай, ешкім жамандамай. Бір танысып алайық, есіміңіз? Ғалымжан дейсіз. Ғалымжан. Гүлмира. Болат. Болат. Гүлжан. Гүлнар. Ермек. Ермек. Меруерт. Бауыржан. Бауыржан. Міне, осы қасымшаға бір қосып қойшы, қандарыңыз. Енді аға, сізден бастаймыз. Мына жақтағы сіздерге шанс көп, өйткені ойланып алуға уақыт болады, барам деген жерде. Так, сізден бастаймыз аға. Уайымдамаңыз, ашын ойын. Мен қазір жалпы осы қазақ алфавитіндегі кез келген әріпті айтамын. Сол әріптен басталатын ән бар ғой, ән. Мейлі қазақша, орысша, ағылшынша, иә? Басталатын бір қатарын, я болмаса бір қайырмасын айтып бергіңіз керек. Әні мен айтамын. Жарайды ма? Егер ондай ән бар екен білсеңіздер, шапалақ ұрамыз. Ал вообще ешкім естімеген болса, онда ол кісі өтірік айтып тұр деген сөз. Иә? Біріншісі, оңай болсын. А. Аққуым бедің, асылым бедің, арманым бедің. Дұрыс. А. Арман, адастырмай мені қоятын, жарылған қошағыма мені қоятын, жүрек сені Сақтай алмадым, атарым сепармен ағып алдадым. Сіздер не дейміз? Айтаттым. А. Анашым шалқып күлсең, алдымда ұзақ жүрсең. Тілек құсауға айтып жатсыз ғой, алдында ұзақ жүрсек зор болады еді. Так,
Gülekin. A. Алтын аспаны, алтын даласы, жүректер басқадан даламай қарашы. Байқадым, сразу айдарадан бастансақ әлі. А. Ай көйлек, ай көйлек, айдың өзі бөлек, айдай толған кезімде билеймін. Рахмет. Ай бөлек брау болып тұрған шығар. Ішім айтпайды, ойлаймын, жәрмеңке кезінен бері. А. Асыл жарым, жайған жасыл бағым, бағаласаң бақытыңнан, сағынсаң қасыңдамын, арманды білдім. Әдеп те ойладырың. А. Аппақ гүлдер, ол сені. Назар Сен де сүйреген. А. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды. Бірақ келесінде сәл әндетіп айтыңыз, мақал тұсатпайды. Так, келесі әріп. Келесі әріп Б. Бұдан да ән көп дайындап тұрыңыздар, ешкім айтпасын. Енді менде бір мынандай қатаң заң бар. Егер мына жақтан бір ән айтылса, ол ән есептелмейді сразу. Б. Телміріп қарап тұрған көздеріңді сағындым. Бара алмадым айтпайды. Бара алмадым, басқа да айтпайды. Ұқтың ғой сен бүйтіп. Басқан айтыңыздар, бұдан басқалан жер айтыңыз. Бара алмадым қасыңа, бара алмадым. Қоя алмадым жүзіңе жаным, қарап қоя алмадым. Ол сенен бастап беріп тұрады. Ол тыдан басқалан жер айтыңыздаршы, қазір мен тыны келген сөз жер айтасың. Б. Бауыр керек, өмірде сырласатын, Әміз демлені білеміз едіз. Б. Біздің жігіттер, 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 біздің жігіттер, жігіттер. Ағып болақта берген. Б. Балауса қыз едім бұл кезде, басына аспайтын байладым. Керемет. Б. Сіз не қыз екеуіңіз ақылдасып? Жоқ, өткізбейміз, кезеккен. Ойын жартысында. Б. Балға дешасы болса болды арасында. Б. Бара алмадым қасыңа, бара алмадым, қоя алмадым жүзіңе жаным, қарап қой. Сіз осы жерде студия зереген? Басына айттыңыз ба? Бірге жүрдік бір талай, сол күндер жүріп алай, қазір жоқсың жанымдасың, аңсап жүріп қинамай. Бірге жүріп кеш қалдық қой, айлағанша арман, 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 арман. Шабарма! Қазақтың келген естесін отыр. Б. Болады, беріп балқия бар. Б. Бірлік бірді, бірлік бірлік Мына сізден шықпады. Бірлік бар, мына әлемде кент алдың әні бар ма сенде? Дұрыс. Сөз тапқанға қолға жоқ, бізде де осындай қызық ситуацияда шығып кету керек. Келесі әріп бұрадан сәл қиындалайық енді, иә? Ж. жетейін десем жете алмай, жүрген жоқ болмай, сүйкімдердің көріктедің әрімі. Сүйкімді деген маған айтқан бұрадан. Үшінші сүйкімді емесін. Сосын бұраданның әндерін тыңдап тұрында, жаңа бара алмадым дегенде айтты, иә? Қазір жете алмадым дегенде. Олар қиналып жүрген сияқты болсыз, бар ма? Бәйтерек, тереңге тапқан тамыры,
hayvanlarını koyalım. J. Жазғытымның ауылына барып едім қыдырып. Осыны кім айтады деп тұрамын. Молодец. Ж. Жасыл жайлау, түкчілер, көктер. Садикте сен ең сеніп жатыр. Кей патриоттығандар айтып жатырсыздар. Ж. Жандасам, іздемесін менен, әрқашан емісіңді көрейін. Сырымызда бітпесін, сырымызда бітпесін. Şöyle sıraya nasıl? J. Kalbasa basıyorsun. Kendiniz. J. Жаным, бір күн ғашық болдым саған. Жүрегімді ұқтадым маған. Енді жанымнан кетпеші мен сені сұраймын. J. Жолың болсын, жолаушы. Kayıt kazanmış olsun. Burada size bir gerekçe ayıp durmuyor. J. Жаушы жанды жауап берші. Sinirli, ayağımda kasete basacak da. Ben de kişide dörtmüştüm. Bölümleri yesin o. Tak, gelirse ayağım. Buradan S. S deyin ha. Saat degende. Sıdan basqa sapal. Ne bu ya? Ben ötkanım şey var, ben bunu şaşırdım oynadım. S. Сар жайлау. Qanday oldu? Жасыл жайлау. Тариғат. Siz niye yapsın ekibiniz? Düet degen sayın әркім өзі айтсын. Sıdan gelip bana siz айтқым керек işte. Sağ жайлау, ya? Sol mu? Sağ жайлау қосыласы ма? Енді ал өзіңіз айтыңызшы. S. Сезімді қайтейін, сезіне алмадым. Жүректі қайтейін, өртеніп жанбадым. Көңілім сенбесе, қош бол ендеше, адасқан арманыма. Тамаша. S. Сікліңкін. Bunu kuyunun qavlayın. Sıdan ki. S. Сүйем сені, сүйем сені. Bir öyle oldu, ilk sözünü yapmasın. Aslında hiç kanda söz yok. S. Sen sanat bit yapmasan da iki de işgal çok anlayın. Sabır. Sayıda. Sabış. Gör. Men қазірше бір жауабын кешіре қояйын да. Бірақ енді бұдан кейін сіз деймін, сізден басталады жемеді. Я. А? Бүгін а яудым. А, өтші. С. Дайындырым. Сағыныш сазы сенің, ғашықтың бірі менің. Арманы аққуым, өзіңді аңсап келемін. Қызыл жаным жүрегім күйіп, жүре алмайсың жаным сені күйіп. Қарашы маған күндерім, жасымды қиып, жасымды қиып. С. Сүйген жүрек, О. өмірдегі тілек. Var mı? На-на-на-на.
жасап қойсын, иә? А то мынаны мен 35 жылдыққа дейін басқаратын сияқтымын қазір сіздерге. Иә, кеттік. Бірінші, жоқ, осы жақтан бастай бере қояйын. Келесі әріп М. Сіздер ойлап қарап қойыңыздар. Мама, 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 бақытым сен ғана. Әдемі. Мақтарыз деген өлең айтсам бола ма? Өлең аты. Гүлнұр үй жағына барсам бола ма? Барғанда жүрмеген әкем бола ма? Мен сені алып қашып кетсем ауылға, ей ауылға, ей ауылға. Мақтарыз. Мария Магдалена. Болды, армай беріңіз. Мама, Мария. Дұрыс, 80-90 бар ма? Миллион алып рас. Әдемі. Ол маралдым, сенің үшін жаралдым. Топырағыңнан нәр алдым, өзіңдейсің сен маған. Анам менің, анам менің. Мейлі болса да алыс арамыз. Тара-тара. Сізге үйреніп қалыңыз, сізге қазақша ән болмайды ма? Тек осындай әндер айттық, красавчик. Сізге бит-бит бірінші орын береміз ау. Так, келесі әріп. Келесі әріп Т. Т. Төреғали деген. Төреғали дегендегі Т. Бір. Екі. Толқынсың шартарап, тасышы тебірінші, о гитара. Т. Қалқам ау сені, жүрегімді емін. Өзіңсіз неде жаралы жан едім. Қалқам ау сені. Бәрекелді. Қандай керемет дауыс иелері. Т. Тау адам, тау адамға бұндай түн. Осыған тауадан ба? Тауадан ба? Той үстінде тәтті күнде. Күремен сәлттен шықты деймін. Тойға келді деймін. Т. Таңертең мен бір сұлы сұлы келеді. Сұлы келеді. Сұлы келеді. Тоқтаңыз сұлу деген, танысқым келеді менің сізден. Айтыңыз, ақтыңыз кім болады? Танысып көрмедім бұрын қызбен. Күремен екі әншіге жарайды. Т. Қадам ойлаңыз, табыңыз. Тамшы, 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 тоқтатпай тамшы. Менің абайдың айтыватқан өлеңдері бар ғой, әлем тауып жатыр. Қос соңғы шаққаса. Еске түсіп бүйтіп, архивті ағалап, миды қозғап, бар ғой. Ше, риза болдым. Братан, Т. Ой, таппадың демеңіз. Таппадың дегеніміздің өзі бір ән болсын. Т. Тау самалы. Тау самалы деген ән бар ма? Құлақтан деп жүрді осы жерде. Тау самалы дейді. Байқаңыз, братан. Жоқ, тұра бер. Шишка шықпады, әріп қиынатайық. Әріп Е, братан. Е. Еңбек дегендегі Е. Сіз өз таңдап бір өзі ішпесеңіз, қазір келеді осы. Таппай қаласыз ба? Е1. Е2. Бірінші адамға 5 секунд
Şimdi benim söylediğim birinci harf olan iki. 70. 24. Çok kötü tabii ki. Өлең аты 20-нче. 20. Sağ kozlasa. Kozla. Al 7 sayfası. Ye. Bir. Есіме мені алғайсың. Ye. Елім менің аңсаған. O. Aslan bozulma. Ürengeni çıktı ne patronu ben. Есіңде ме сол бір күндер? Есіңде ме сол бір күндер? Armağanlarına ye. Ay kesikmen. Hakikaten kesikmen. Kesikmen. Bir. Еркем, 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 ай, еркем, 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 ай, еркем, еркем. Ay böyle yeter var olsun. Hepsi değil mi? Ye. Bir. Ye gel. Üç. Şabalak var. Yere gel. Ahmet şabalak var. Hoş geldin. Yere bak ye. Екі жұлдыз көктегі, көбесі тұрғалды кеппеді. Tamamsa. Ye kadar. Ye. Ескірмеген махаббат. Bu bari ya. Tam zamanın kafasını oldu burası. Eskimeye var, eskiyem seni. Kelesi Arap. Kelesi Arap. K. Kayık degende. Kazakistan degende. Bir. Өзіңнің қарасы көңілімнен Kıdan basalım. Bu kıvı gözümün karasını basalım. Kıdan basalım. қарап жасқан қайда кеттің? Ya, bir dakika git oğlum ben iskelet. K. Қуарақ! Oybay. Ой, қуарақ! Aman aşıldı. Сен көзің көрейін. Bir. Екі. Қошақаным ба? Сондай. Қандай? Қайсы ол? Қуанышым қазынам. Таппақ айтып отырса бір адам. Қуанышым қазынам. Қуаныш. Қазынам. Сондай. Барма ондай. Қуаныш. Қ. Қасым қара, шашым қара, басқа жер қап-қара. Не, басын айта бересің бе? Басын айта бересің. Қ. Қ. Соның жағы ондай емес та мен. Оны айтып қойып қарап алып қысқарып. Қ. Бір. Қандай? Ол айтып қойды. Шыға кетіп қалды. Білем ба, бірақ ол айтып кетіп қалды. Бір. Екі. А? Kelesi
2 3 4 5 Şabar koyalım ağamızga. Pah, qandayız? Şak, qandayız? Aygın dönüp bak. Bir. Papalям, 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 papalям. Bak. Kelesi. Ay, Қазақтың келіндері ай, ой. Bak. Çok bak. Şabalar koyunuzlar. Rahmet. Var mı? Ya ben zaten zorun çizdiğinizde var. Kelesi arı. K. Kök de geliyor. Кездесір. Ha? Жанымды емдедің адам кездесер. Gezisi. Әкемді көрмедің адам кездесер. Gezisi. K. K. Bir. Екі. Üç. Кездескенде жан еркем назданасың. Bak. K. Кездесейік. Siz просто açık özünüz ideyanızı aytып koyacaksınız. Var mı o ne? Жүздесу. K. Gel ötken. O. Tamamsa var. Kit kovalayın. Kelesi arı. O. Оқымай. Мыналарың қайда? Bak. O. Bir. İki. Üç. Ох, какая женщина. O какая женщина. Вот это. Вот это. Şabalar var. Ağamızlar. Rahmet. O. Ceylan hoş bakın diyor bak. Orman diyor. Var orada. Liyin atamız. İşte onda böyle esir etmeyince. Ya. Güle şabalar var. Rahmet. Evet bak. O. Nasıl? Қандай? Жоқ па? Не еді? Екі қатысушыға бір екі бадан бер жері қояйық Нұреке. Ардайлар. Есіңіз бе? Гүлмира және де Меруерт ханым алғашқы ән жарысының жеңімпаздар ретінде қол соғып қояйық. Екі бадарды бере қояйық. Одан келетін әндер көп. Болмағанбыз деген меломенің аты бар. Ой бұрмай солымызда ең барып нұржан дөнендей. Екі бадарды мен екі арумызға. Арнайы. Бүгінгі кеште мінекей сый-сияпат сіздер үшін арнайы табыстап қояйық. 30 жылдар құтты болсын. Ду болып шабалақ.